халықаралық деңгейде 4-ші орынды иеленген болатын. Міне осындай шәкірттермен біздер мақтанамыз. Ал сол шәкірттерді тәрбиелеп, сондай жетістіктерге жеткізіп отырған біздің дене шынықтыру пәні мұғалімдері болып табылады. Бұл кісілерде біздің мектебіміздің атын аудан бойынша, қала бойынша көптеген байқауларда жетістіктерге жетіп, мектебіміздің атын танылуына өз үлестерін қосып отыр. Рахмет назарларыңызға. Сөз кезегін Мақпал Жанбекқызы сізге беремін. Рахмет үлкен, көп. Жалпы спорт салауаттылық кепілі, денсаулық тірегі. Әдетте кез келген адам спортпен шұғылдана білуі мүмкін, бірақ шын спортшы болу екі талай. Қымбатты әріптестер және оқушылар, бүгін мен үшін өте ерекше күн. Себебін айтар болсам, біздің екінші қонағымыз хабар агенттігі, спорт комментаторы, спорт жаңалықтарының жүргізушісі, проспорт бағдарламасының продюсері Айбек Қабылша, яғни менің жерлесім, бір ауылда, бір көшеде көршілес болған, жұмыс бабымен, еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет бабымен жұмыс жасап жүріп, дәл бүгін осылай онлайн кездесуде мен Айбек ағамнан сұхбат алу бұйырып отыр екен. Яғни Айбек аға, қош келдіңіз бүгінгі біздің кездесуімізге. Өзіңізге деген алғашқы яғни сұрағымды қабыл алыңыз. Өзіңіздің балалық шағыңыздан не себептер мен және сіздің дәл осы қызметке келуге кім себепкер болды? Соны айтып кетсеңіз. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, бауырлар. Жаңа ғана белгілі болған сұхбаттарыңызды көрдім. Қазақ спортының мақтанышы, кәсіпқой бокста бүгінгі бағындырған деп аталып салып міндеттеліп келген бірі, екінші әлем чемпионы болып осы Геннадий Головкин жолын жалғап әлем чемпионы ол ең мықты сөздерін бар. Өте сәтті өтейміз. Осы кеше жақында ғана өткен сенбі күні ғана Атырауға керемет кешті промоушн аясында сол кешті барлығын көрдік. Сол хабарламасын көрдік. Сол жеңісімен құттықтаймын. Қарап отыр. Ал енді өзіме беретін болсам, өзіміздің хабар арнасында бүгінде спорттық трансляциялар және бағдарламалар бөлімі спорт бағдарламасы продюсері, спорт комментаторының дегендей осы хабар арнасында жүргенімде қазір сол жыл болды. Барлық осы спорттың ғана емес, осы жалпы телевизия бөлімі шығып беттен сол мәселе астаналарында жүрген жекпе-жектердің куәсі болғанбыз. Астаналардың дамуының яғни бүкіл әлемдік сериясы аясында көз кездесулердің хабарына көрсетті. Осы еліміз бойынша көптің аралап әр өңірлерде кездесулер өткізді. Міне сол астаналармен бірге жеңіске жеткен жігіттердің бірі саңлақтардың бірі болатын. Берікті кеше Мақпал олар өте ұсынған. Осы мықты чемпиондардың бірі жігіттерге мотивация бере алады. Ал енді өзіне беретін болсақ Мақпал айтып жерлесін сонда ойын Сардариядан Бесар ауылға өткен. Сол жақта негізінен әубақта отырушылық бармада біздің алдымыз қалада 20 өткізді. Сол қалаға 60 жыл қатыстым. Жолдалық қайса футбол клубының үйірмесінде дайындалдым. Алайда көздеген мақсатқа жеткізілмеді. Дегенмен де сол спорттың айналасына мен алыстаған жоқпын. Журналистік спортта спорттарына 12 жыл болды. Ол Қазақстан спортадан қазір хабарнасы өзінің өмірі шыққанды үшін беремін. Қалай басқа байрақтарды көтерем, жеті бірдей қазынамнан айрылып, шет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып
тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем.